Мен Жанерке Сағымжан министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтарымен таныстыратын боламын. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналды шаруашылық істері комитетінің бастамасы бойынша құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының саласында халықпен тиімді диалогты арттыру мақсатында бірыңғай ақпараттық қызмет ашылды. Ақпараттық қызмет құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы мәселелер бойынша жұмыс күндері 9-дан кешкі 6:30-ға дейінгі консультациялық қызметтер көрсетеді. Авиатасымалдар қарқынының өсуімен әуежайды дамыту жөніндегі жоспарларға байланысты әуе айлақтар учаскесінің қайта жаңарту қажеттілігін туындап отырған. Сондай-ақ екінші ұшу-қону жолағына салу, арнайы экономикалық аймақ ашу және авиаотынды жеткізу логистикалық жақсарту үшін теміржолдарды салу жоспарда бар дейді Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы басқармасының төрағасының бірінші орынбасары Дәулет Хамзин әуе айлағының дамыту тұжырымдамасының тұсаукесерінде. Алматыда New Silk Way 5-ші халықаралық көлік логистикалық бизнес форум өтті. Қазақстанның көлік апталығы шеңберінде ұйымдастырылған алқалық басқосуда 14 елден 350-ден астам делегат қатысты. Олардың қатарында қазақстандық және шетелдік салалық министрлік басшылары, жетекші көлік және тасымалдау саласының компания өкілдері мен сарапшылар бар. Жиынды вице-министр Алмас Ыдырысов ашып, Қазақстанның қазіргі геосаяси жағдайының Азия мен Еуропа арасындағы маңызды құрлық дәлізі екенін айтты. Елордада Қазақстанның өңдеу өнеркәсібі апталығы халықаралық көрмесі ашылды. Көрмені ашу салтанатында сөйлеген сөзінде министр Қайырбек Өскенбаев барлық шара қатысушыларының кооперациялық ынтымақтастығын дамытуға бірлескен жобалардың жүзеге асыруға шақырды. Биыл екінші мәрте өтіп жатқан көрмеге отандық өндірушілермен қатар әлемнің 16 елінен жалпы 250-ге жуық компания қатысты. Елордада индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің қолдауымен жол құрылысындағы заманауи технологиялардың материалдарын қолдануға және олармен танысуға арналған ауқымды салалық жиын өтті. Жиын барысында автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Төлеген Абдуллин семинар мемлекет басшысының 2025 жылға дейінгі жолдардың сапасын жақсарту жөніндегі тапсырмасын іске асыру шеңберінде министр Қайырбек Өскенбаевтың бастамасымен ұйымдастырылып отыратынын жеткізді. Елордада Қазақстан машина жасаушыларының 10-шы форумы өтті. Дәстүрлі басқосу 10 жылға жуық уақыт шеңберінде индустрия бағытындағы басты салалық шара болып қана қоймай, кооперациялық ынтымақтастықты дамытудың бірегей алаңына айналды. Форумның пленарлық отырысында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов, Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев және басқалары да қатысты. Отандық машина жасау еліміздің өңдеуші секторларының жетекші рөлі атқарып, экономикалық дамуына зор үлес қосып отырғанын айта кеткен жөн. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.